Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода мен сіздерге қалай үй жағдайында открывашка жоқ болса банкіні ашу керек екенін көрсететін боламын. Кеттік ендеше. Ол үшін бізге жай ғана пышақ керек, осындай біраз қатты болса жақсы. Одан кейін бұны біз қазір үш бұрыш жасап кесетін боламыз, былай және былай. Қане кеттік. Осылай кіргіземіз. Кестік. Мына жақтан да осылай кіргіземіз қазір. Кестік. Осылай кесілген соң біз бұны ораймыз. Яғни қалай ораймыз? Былай қоямыз да. Осылай ораймыз. Ораймыз да. Былай жүргіземіз енді. Вуаля. Да, ашылды. Болды. Открывашка үйіңізге керек емес. Небәрі пышақпен осылай жеңіл және қауіпсіз түрде ашуға болады. Өте дәмді.